Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Шашлыкты үй жағдайында өте жұмсақ әрі керемет дәмді етіп жасаулы құпиялармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Арасы ешқандай да құрғақ болмай, піспей қалмайды. Өте керемет болып шығады. Видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бізге фарш қажет болады, содан соң болгар бұрышы, 2 пияз қажет. Болгар бұрышы мен осылай қатырып алған болатынмын. Әр кезде пайдалана салуға өте ыңғайлы. Пиязды да болгар бұрышында блендерден өткізіп алып қосамыз. Барлық қажетті қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде толықтай жазып қалдыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен де жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді әрі жұмсақ болып шығады, қыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылайша болгар бұрыш мен пиязды блендерден өткізіп алдық. Келесі кезекте өзіңізге ұнайтын кез келген көкшөп қоссаңыздар болады. Мен мұнда укроп қостым. Егер де сіз ұнатсаңыз, петрушка қоссаңыз да болады. Ал егер ұнатпасаңыз, ештеңе қоспай жасасаңыздар да болады. Петрушкамен де укроппен де өте дәмді болып шығады. Укропты да майдалап турап қосып алдық. Келесі кезекте нанды суға жібітіп қосатын боламыз. Мен мұнда бір жарым штуктай нан қосамыз. Осылай кесілгенінен бір жарымдай қосатын боламыз. Содан соң дәміне қарай дәмдеуіштерін қосамыз. Ең алдымен мен 1 чайны ложкадай тұз қостым. Соңынан тұздың дәмін көріп, жетпесе қайтадан қосатын боламыз. 1 чайны ложка тұз және де 1 чайны ложканы қатты толтырмай ас содасын қосамыз. Ас содасы біздің етті жұмсақ етіп тұратын болады. Содан соң шашлыкке арналған өзіңізге ұнайтын кез келген приправалар және де қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Бізге қажетті қоспалардың барлығы осы ғана, қыздар. Ешқандай да арасына су қосудың қажеті жоқ. Арасы құрғақ болып қалмайды. Осылайша жақсылап араластырып аламыз және де біздің жаңағы фаршымыз жақсы бірігу үшін осылай жақсылап ұзағырақ видеода көріп тұрғандарыңыздай араластырып болғаннан соң ұрғылап шығатын боламыз. Мінекей осымен біздің фаршымыз дайын болды, қыздар. Арасындағы көкшөптерді егер де ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Алдын ала осы уақытта пешімізді қыздырып қоятын боламыз. Осылай жақсылап ұрғылап болғаннан соң келесі кезекте шашлықтың формаларын жасап шығамыз. Мінекей менде тұзы кішкене аздау болып қалғаннан соң соңынан кішкене қосып жібердім. Енді табамызға пергамент қағазын қойып, осылай формаларымызды жасап аламыз. Егер де осылай қолмен жасасаңыздар да ыңғайлы болады. Алып, үлкенірек етіп жасасаңыз да болады. Мен мұнда кішкене кішірек етіп жасадым. Ортасынан осылай шпажканы тығып қоятын боламыз. Немесе бірден шпажканы қолыңызға алып, фаршты сыртынан орап шықсаңыздар да болады. Формасын жасап жатқан кезде, қыздар, ешқандай да граммен өлшеудің қажеті жоқ. Осылай көз мөлшерімен алақаныңызға сиятындай етіп алып, осылай формаларын жасап шығамыз. Қаласаңыз ұзынырақ етіп те жасайсыздар, қыздар. Барлығын кезекпен осылайынан жасап формамызға орналастырып шығамыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін және де каналымды қолдап, тіркеліп, подписация батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Осылайша шашлыктерімізді жасап алдық, қыздар. Бұлай қатты менде осылай кішірек етіп, жалпақтау етіп жасадым. Егер де кәдімгі шашлықтың формасымен жасап, ұзындау етіп, кішкене жіңішке етіп жасасаңыздар да болады. Барлығын формамызға орналастырып болғаннан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай шпажканың көмегімен үстерін осылай басып шығатын боламыз. Үстін басып болғаннан соң сұйық май, кәдімгі сұйық майды алып, барлық шашлыктердің бетіне көбірек етіп, енді орташа көлемде жағып шығатын боламыз. Және де шашлықтарымызды алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әзірге біз пиязымызды дайындап қоямыз. Осылай ортасынан бөліп, жартылай
жіңішке етіп турап шығамыз. Содан соң, егерде пиязыңыз көп болса, 1 шай қасық, аз болса, осылай кішкенеден тұз, қара бұрыш және де алма уксусын қосып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде сіздің пиязыңыз қанша тұрса да жұмсарып кетпейді, қытырлап, қатты болып, әдемі болып тұрады. Осылайша біздің шашлықтарымыз пісіп шықты, қыздар. Біз уже біреуін жеп үлгердік. Иісі де, дәмі де өте керемет, жұмсақ болып шығады. Мінекей осылайынан ұзынша етіп, жіңішке етіп жасасаңыздар да барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Келесі кезекте дастарханымызға осылай лавашпен ұсынатын боламыз. Алдымен ыдысымызға лавашты қойып, содан соң осы шашлықтарымызды кезекпен қойып, үстінен жаңағы пиязымызды сеуіп, пиязымызда қытырлап керемет болып тұрады. Ешқандай да жұмсарып қалмайды. Және де үстінен тағы да лавашымызды жауып ұстына береміз, қыздар. Өте керемет, жұмсақ, дәмді әрі иісі де керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет.